Біздің күнделікті күйбең тіршіліктің күнтізбесінен демалысқа бөлер уақыт табу қиын. Ал ұсынар бағдарламамыздың аясында сіздер қызықты әлемге саяхат жасап, аңшылық пен балық аулаудың қыр-сырына қанық боласыздар. Әр апта сайын біз сіздерді Қазақстанның көз тартар ең көрікті аймақтарымен таныстырамыз. Кез келген халықтың дүние орталығына айналған сүйсіні медеталар орны болады. Түркі халықтарының түп тамырына тереңдесек, миллиондаған халықтан құралған түркі тектес тайпалардың дәл осындай орталығы Алтай тауы болғандығын аңғаруға болады. Түрк тілдес халықтары біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдан белгілі, бірақ нақты түрік этнонимі біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырларда Алтай тауының бауырында өмір сүрген кішігірім тайпаға тән еді. Алтай тауынан табылған алғашқы ақпараттар мен археологиялық зерттеулерге сүйене, Берел қорығынан табылған тарихи мұралар біздің түсірілім тобымызды ерекше өзіне тартты. Ресей мен Қазақстан шекарасында орналасқан қорық көптеген қызыққа толы. Тау баурайындағы салқын ауа мен табиғи тазалық ұзақ уақыттардан бері сақталынып келген қазбаларды сол күйінде сақтап келген. Археологтардың мұндай байлықты табуы еліміздің түркі халықтарынан бастау алатын алма-ғайып заманынан үлкен ақпараттар беріп, бүгінде символға айналған. Біздің саяхатымыз осы аумаққа бағытталды. Әрине, тау баурайы археологтармен зерттеліп, қаншама жанның көзайымы болса да, трофейлік аңшылықтың ұйымдастырылмағанына 10 жылдай уақыт болған. Тек өткен жыл ғана әуесқой аңшылық жобасын ұйымдастырғаны болмаса. Ұзақ жол мен артымызда қалған 1600 шақырым, оның 400 шақырымы Алтай тауының бауырымен бізді тұмса табиғатқа жетелей берді. Таулар мен өзендер сылдырап аққан тобымызды ынтызарлықпен алға сүйреді. Экспедициямыздың ресмилігі мен қағаздардың қаралуы үшін өзен жағасындағы базалық лагерге тоқтадық. Мұнда қызыл кітапқа енген тай мен балық өсіріледі. Сол себепті балықшыларға тек өзен жағасында қарауыз балықты аулауға ғана рұқсат берілген. Әрине, жол серікпен танысу әр кезде жүрек толқытып отырады. Өйткені өз-өзіне сенімсіз жігіттердің ортасында болғаннан жаман әсер жоқ. Алғашқы таныстық ойдағыдай. Олар бізден тауға шықпағанымызды сұрап, өз-өздеріне сеніммен әңгімеге тартып тұрды. Тауға атпен шыққан ыңғайлы ма, жоқ басқалай ма деген сияқты ұсыныстарында айтты. Шынымен де, бұл тау бөктерінде тау ешкілерге аңға шығу өте мығым денсаулықты талап етеді. Алғашқы түн қонақтар үшін құрастырылған ағаш үйде өтті. Түн ортасында жол серік ұйқымыздан оятты. Үй іші жылы, стол үстінде ас, айтарға сөз жоқ. Тау баурайы көзіңе жақсы көрінбейді. Ай жарығымен аспанмен таласып жатқан асқар тауға өрмелеп бара жатқан біздің топ. Таудағы аппақ қар ай жарығымен ала-қараңғы етіп тұр айналаны. Далада -15 градустық аяз болса да, біздің мұндай суыққа алдын ала дайындығымыз аса қатты тоңдырмады. Ай жарығымен шағын тобымыз тауға қарай беттеді. Жалғыз аяқ жолды тек таң атағана анық байқай алдық. Жырамен жалғасып жатқан жолдың ескіріп қалғандығы көрініп тұр. Жоғарғы бөлікте малшылар қыстау орналасқан. Әрине, ондағы жаралар қары аз, мал жайылымына ыңғайлы. Жол бойына аңшылық топ тоқтап, айналаға бағдар жасай жүріп отырдық. Тау бөктерінің бірінен тау ешкілерді көрдік. Аңшылық басы жақсы басталып келеді.
Алғашқы лагер дәл осы маңдағы қырқалардың бірінде қыстау маңында орналастырылды. Жыра бауырындағы негізгі өскіндер балқарағай, самырсын, көктерек пен майқарағай. Ал жер-анаға бауырлай өскен ит бүлдірген мен кілемдей түзілген жасыл шөптер осындай тұмса табиғат әсемдігін дүрбімен қарай отырып, алыс жартастардың бірінен 8 тау ешкін аңғардық. Бірнеше минут үнсіз үзілістен кейін қырқа төбесіне шықпаққа шешім қабылдадық. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Біздер көлденеңнен айнала қырқа төбесіне шығу үшін қиын да күрделі жолдармен мыңдаған қадам жасаған шығармыз. Тікенекті өсімдіктер жол байлады, ал үшкір тастар аяқ киім астынан табанға батты. Осылайша өпірімдеп отырып шықтық төбеге. Шыққанымыз сол еді, қатты соққан жел аяқтан тік тұруға кері әсерін тигізді. Тіпті суық қатты. Әркім өз білгенінше жылынбаққа әрекет етті. Осылайша қиын жүрістен кейін кішкене демалып алып, ары қарай жолға шықтық. Қарлы боран мен ауа райының қолайсыздығы жүрісімізді бәсеңдетті. Тағы бір жоталар маңынан 70-ге жуық текелер табынын көрдік. Бірақ араларынан ірі мүйізді атуға боларлық түрін таппадық. Алтай тауының тамашалығына сөз жетпейді. Мұнда шығысқа қарағанда күн жарты сағатқа ерте батады. Тағы бір қар үрлеп тастаған тау бөктерін аса, айналасын түсіре бастағанымыз сол еді, төменгі бөліктен қозғалысты көзіміз шалды. Мүйізділер ақырын басып, тау жырасымен өтіп бара жатыр екен. Алтай тауындағы тау ешкілер қыста өз түрлерін өзгертеді. Кәрі аша тұяқтылар басы қара қоңыр, мойын тұсы ақ болып келеді. Көрген адамға өте керемет әсер қалдырады. Атуға дайындық. 390 метрлік арақашықтық төменге қарай. Көз мөлшермен қарасаң, 30 градустық екке ұқсайды. Қару ыңғайлы орынға орналастырылды. Оқ дауысы, бірақ қиыс кетті. Тау ешкіге оқ дармағанын, еркін жүрісін ара жалғағанында байқадық. Артынан қуып, ыңғайлы ату орын іздеу әрине аңшылар тарапынан ойға сыйымсыз еді. Өйткені енді тау ешкіге жету мүмкін емес. Ат үстінде 4 сағат, жаяу жүріспен 9 сағат жүргенде атылған оқтың қиыс кетуі бәріміздің көңіл күйімізді түсіріп жіберді. Бойда күш қуатта қалмады. Бірақ тау бауырындағы тұмса табиғат, түркі тектес халықтардың керемет орындарының тамашалығына тағы бір тамсануға мүмкіндік сыйлады. Дәл осы сәтте Рерихтің жеңіс картинасы көзіме елестеп кетті. Онда тау айдаһарын аяғына жығылтқан алып батырдың бейнесі кескінделген. Яғни 1942 жылы сыншылармен жазылған трактат Мәскеу түбіндегі шайқас жеңісін бейнелейді. Рерихтің бұл шығармасына көптеген ізденіс пен терең ойдың қажеті болғандығын сезінуге болады. Әрі дәл осы тау баурайы керемет табиғат орталықтары десек қателеспеспіз. Ойша елестетсек, кез келген адам өз қарсыласы болған айдаһарды, яғни бойындағы кемшіліктер мен әлсіздіктерді қалай болғанда да бағындыруға тырысу керек деген ұғым. Аталмыш ойлар мен бейне ертеңгі күнге дайындыққа күш пен сенімділік сыйлады. Бір ғана оқ дауысы барша топтың көңілін түсірді. Бірақ ертеңгі күнге үмітпен қарадық. Күн батысымен ақ ай да шықты. Шам жарығын пайдаланбадық. Ай жарығымен орналасқан лагерге беттедік. Далаға жағылған от түнде тау бауырында керемет көрінеді екен. Түнімен ұйқы болмады. Таң ата ары қарай жылжыдық. Өз саяхаттарымызда талай атқа отырдық. Бірақ мына алтайлық аттар жүрісі ғажайып. Жол бойындағы 40-50 градусты еңістер мен биіктер, жар тасты жыралар. Бірақ аттар құдды бір тау текелеріндей орғып, секіріп жүре береді. Тек ер тоқым үстінде мықтап отырсаң болғаны. Екінші тау жырасы алдағы өткенімізде екен. Мұнан кешегі аңшылық сәтімізді анық көруге болады. Әрі ары қарайға жол сызбамызды белгіледік. Мұнан біздер тағы да 8 тау ешкіні көргенімізбен әрі еркегін байқай алмадық. Жердегі түскен ізге қарап,
шамал убакыт бұрын мүйізсіз бұғының өткендігін көруге болады. Әрине бұл жабайы аңды тірідей әлі ешкім көре қоймады. Аңшылық саяхатымыздың 3-ші күні қиын өтті. Орман арасынан 60-қа жуық тау ешкілер табының көргенімізбен жақындай алмадық. Дүрбі арқылы кәрі текелерді байқадық. Бірақ қарлы жартас бауырында жайылып жүрген текелерге аса зауқымыз болмады. Өйткені арғы беттен тағы бір тау ешкілер табынын байқап, соларға ынтазарлығымыз ауып кетті. 100-ге жуық бас тау ешкілерді көзіміз шала, соларға жақындауға тырыстық. Жабайы жануарларды алдап қармаққа түсірмекке, қыратқа көлденеңнен көтеріліп, жол қысқартпаққа бел будық. Бірақ бұл ойымыз қосымша келеңсіздіктерге ұшыратты. Жалпы бұл тау ешкілер соңына түсіп, ату өте қиын. Сол себепті бетпе-бет кездесіп, ыңғайлы орын таппаса, не керек, әйтеуір жоспар бойынша қырат басына шықтыға өкірімдеп. Енді ыңғайсыз болса да аңшылық саяхатымызды аяқтауға шешім қабылдадық. Қырқа үстімен тағы 4-5 сағаттық жол жүру керек еді. Бойда күште қалмады. Бірақ тау табиғаты мен ыстық шай аңшылыққа деген сезімімізді қайта арттырды. Әр қадамымызды аттаған сайын белгіленген нысанға жақындай түстік. Қорықшы қолын көтеріп, тоқтауға белгі берді. Жота еңісінде бірнеше тау ешкінің жатқандығын көрсетіп. Біздің аңшы топ аң үстімен 50 метрдей алыстап кеткен екен. Бірнеше минутта қаша тұяқтылар көзден ғайып болды. Бұл жабайы жануарлардың өздеріне тән қасиеті бар негізінде. Көзге бұрындары түспеген мақұлықтарды дәйім биік жерлерден бақылауға тырысады. Сол себепті айналаңыздан ештеңе көре алмай тұрсаңыз, тау ешкі айналаңыздағы жырлардың бірінен шыға келмейді ешқашан. Ақырын сақтықпен басқан әр 50 қадамымыз сайын белгіленген нысанға жақындағанымызды бақылап отырдым. Біздің тау ешкі үстімізден көрінді. Жартас төбесінен тек бір бастың ғана тұрғандығын байқадық. Тау тыныштығын дәл осы сәтте оқ дауысы бұзып жіберді. Жабайы жануар көзден ғайып болды. Атылған орынға барып едік, оқ мойнынан тигендігін көрдік. Менің жол сергім ереке қолымды қуанышпен қысты. Тау ешкіні сойып, жаймалау ұзақ уақыт алмады. Менің байқауымша, Алтай тауының тау ешкілері Тянь-Шань тауының тау ешкілерінен ірі екен. Бергман заңы бойынша солтүстік жабайы жануарлары басқа өңірге қарағанда ірі болады, өйткені суыққа төзімді болу үшін. Бүгінгі кеш тағы да керемет сәттерге толы өтті. Әрине, бұл саяхат бәрімізге керемет әсер сыйлады. Тіпті Шығыс Қазақстан облысындағы таулы аймақ, керемет көріністер біздің топтың есінде мәңгі қалатыны сөзсіз.